рубрика менің бір күнім. Менің завтрагым осындай кофеден и сладостьден басталды. Сосын басымды жуып, боянып, киініп, ойлағанбыз стоматологияға барамыз деп. Күйеуім тісін жұлдырған, но как-то осы водопад жақта пайда болдық. Сол жақтан осылай балық ұстадық. Үйге қыздарға маленький 3 балық ұстадық. И бір ағай үлкен балықтарды берді. Сөйтіп оларды осылай жинап, жерде бутылка целлофанға салып алып келдік. Сосын шаршаған соң осылай кетіп бара жатқанбыз, жолда шашлык сатып жатыр екен. Осылай шашлык алып, бұл жерде отырдық. Мына жақта ойлағанбыз адам аз болады деп. Сөйтіп көп адамдар суға шомылып жатыр, түсіп жатыр. Алдында тағы бір келгенбіз, ол кезде вообще адам аз болған. Қазір прям осылай адамдар суға түсіп, бала шағаларымен келіп, шашлык жеп жатыр. Сосын үйге осылай балықтарды алып келдік. Содан кейін ақырын жақындап қарай бастады. Сосын қайынсіңліммен сыртқа шығып кеттім. Үйге кіріп, үйді жинастырып, тамақ істейін деп жатқанда осы балықтарды істейін дедім, жарты дедім. Бірақ менің қателігім, мен ыстық кипяток суды алып, сол балыққа құйып, балықты пісір жеріппін. Бір жерден лайфхак көргем тиктоктан, инстаграмнан. Мына жерде өзім түсіріп отырмын, мына жерде үй жинаған түсіріп отырмын. Осылай бір күнім өтті.